Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен бұл мен перфект. Достар, бүгінгі видеода ютуберлердің, яғни Free Fire Қазақстан ютуберлердің скиллдарына байланысты топ 5 ең мықты Қазақстанның ютуберлер жөнінде видео көретін боласыздар. Бұл әрине достар менің өз ойым, әркімнің өз ойы болуы мүмкін. Кім қай ютуберді мықты деп ойлайды, комментарийға жазып кетсін достар. Сонымен қатар алдыңғы видеоға сіздерге көп рахмет айтқым келіп тұр, себебі сіздерге небәрі 15 лайк сұрағанда сіздер бір күннің ішінде 36 лайк жинап тастағансыздар. Просмотрда менде көп 150-ден асып кеткен болатын. Жақсы, сол үшін көп рахмет достар. Ендеше ал енді достар, біздің тобымызды бастайтын бұл ADS 5-ші орынды құрап отыр. Енді біз оның жалпы ойынына кеттік. Достар, менің ойымша топ 4-ші орынға Казмастер лайықты, себебі ол өте керемет ойынды көрсете алады. Білетін шығарсыздар, Казгеймердің гильдиясы бар, eSports дейтін. Сол гильдияның өзіндегі менің ойымша ең мықты ойыншылардың бірі осы Псих, және де ол ютубер, битва ютубер қатысқан бірінші орындарда алған болатын. Сондықтан мен жалпы ең мықты ютуберлердің қатарына топ 3-ші номердегі ютубер ретінде Психты шығардым. Қазақстанда өте жақсы ойнайтын және де оттяжка жақсы беретін ойыншыларды білетін 2-ге қойдым. Енді оның каткасын тамашалай кетейік достар. Kids screaming in the cradles, profanities. Out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Shh.
достар, ең керемет бірінші орынға тоқтала кететін боламыз. Сіздер қалай ойлайсыздар достар? Топ 1-дегі ең мықты ойыншы кім? Менің ойымша бұл Нұрстайл, яғни бұл Қазақстандағы ең мықты ютубер. Неге деген сұрақ туындайтын болар? Жай ғана оның қалай оттяжка жасайтынын және қалай ойнайтынын қараңыздар. Және бұны осы видеодан көре аласыздар. Сонда ғана сіздер не себептен мен оны топ 1 Қазақстанның ең мықты ютуберіне жатқызғанымды түсінетін боласыздар. There's no way that you make it, and maybe you can fake it, yeah. Aren't you just gonna take that, make them take it all back? Aren't you just gonna take that, or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? We're never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you don't give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Міне достар, осымен видеоны біз аяқтаймыз. Видео өте қызықты болған деп ойлаймын. Және де видеоны түсіру маған оңай болған жоқ, өте ұзақ уақыт кетті. Сондықтан мені бағалап осы видеоға лайк басып арнаға жазылайық. Және де кейбір ютуберлер шығара алмай қалсам видеоға кешірім сұраймын. Алдағы уақытта осындай видеолар шығады. Ал сіздердің ойларыңызша қандай ютубер осы топтарға лайықты деп ойлайсыздар? Соны комментарийға жазып кетіңіздер. Әрине де мен әрбір ютуберді өздерінің ойнау дәрежелеріне байланысты бөлдім, және де бұл әділ шешім болды деп ойлаймын достар, себебі мен олардың ойындарын білем. Жалпы осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып арнаға жазылайық. Сіздермен болған мен Perfect. Қош, сау болыңыздар достар.